Сәлем барлықтарыңызға, үй жағдайында балаларыңызға дәл осындай шығатын мармелад жасап беріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, тіпті мектеп оқушысы да жасай алады. Ең бастысы құрамы халал болып саналады. Алдымен бізге осындай желатин керек, бұның құрамы халал, осындай декор деген түрін алыңыздар. Бұның құрамында ешқандай харам зат жоқ, дәл осы түрін ғана алыңыздар. Осыны қолданамыз. Одан кейін қант және де кез келген соктың түрі, одан кейін 2 ас қасықтай лимон шырыны немесе лимонная кислота қоссаңыздар да болады. Лимонная кислота кішкене ғана шай қасықпен алғандағы кішкене ғана алсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Алдымен ыдысымызға желатинімізді салып, оның үстіне біздің согымызды, яғни шырынымызды кішкене ғана құйып, біздің желатинді осына бұқтырып аламыз. Жақсылап араластырып, бір кемінде 5-10 минутқа қалдырамыз. Оған дейін біздің ыдысымызға компотымызды, сок немесе варенье қолдансаңыздар да болады. Кішкене ғана лимон шырыны, 2 ас қасықтай қантты енді өз қалауларынша қосасыздар. Мен 2 ас қасық қостым және де кішкене ғана су құйып жібердім. Енді осы қантымыз ергенше жақсылап араластырамыз, бірақ қайнатып жібермейсіздер. Қантымыз еруі керек. Міне еріп бастаған кезде біздің дайындап қойған желатинімізді қосып, екеуін оттың асын өшіріп, біздің желатин ергенше жақсы болса араластырасыздар, қайнатпайсыздар, тағы да айтайын. Мінекей еріп болды. Мен осындай формаларға, кекс пісіретін силиконды формаларға құйып шығамын. Форманы да өзіңіз қалауларыңыз бойынша пайдалана берсеңіздер болады. Бәріне біркелкі етіп құйып шықтым. Осына кішкене ғана көпіріп тұрған жерлерін салфетканың көмегімен алып тастаймыз. Салқын жерімізге немесе холодильникке кемінде 1,5-2 сағаттай ұстаймыз. Уақыт өтіп шықты, біздің мармеладтарымыз дайын. Қараңыздар, дәл осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.